Альфред, үлкен рахметімді айтамын саған өз үйіне қонақтап алғанына. Оқасы жоқ, Нұрлан, бұл менің ағамның үйі ғой. Оның бірнеше үйі бар, солардың бірі осы. Айтпақшы, Алматы қалай екен? Сіздерге ұнап жатыр ма қала? Альфред, ұнады ғой. Біздің осы Алматыда болғанымыздан гөрі Алматыға баратқан кездегі оқиғаларды әлі есінен шығара алмай отырмын. Қалай шығарасың оны есінен? Бір апта өтті тек. Ана көрген құбыжықты енді түсінен көріп, ұйықтай алмай жүрмін. Қоймадыңдар о құбыжықтармен. Шынымен де құбыжық па, әлде сіздерге көрініп кетті ме солай? Альфред, неше рет айтам саған, шынымен де біз қорқынышты құбыжықты көрдік ана елес үйде. Өтірік айтып не істеймін? Ал білмеймін енді, өмірімде ол жақта ондай құбыжықты көрмеппін. Томидің айтып жүргенін естідім, бірақ ол бас жасамайды ғой. Неше түрлі заттарды айтуы мүмкін ол. Есі кем оның. Жоқ, Альфред, оның есі кем емес. Шынымен де құбыжық сол үйде тұрады, және қазірде ол сол үйде жүрген шығар деп ойлаймын. Арасында соны есіме алсам, денем тітіркеніп кетеді. Жақсы, ештеңе айтпай қойың онда. Тамақ іш болсақ, онда тұрайық. Ұйықтайтын уақытта болған сияқты. Не дыбыстар мынау? Дыбыстар жоғарыдан шығып тұрған сияқты. Не болса да мылтығым артық болмас. Нұрлан, Лейла, қайдасыңдар? Не? Томи? Альфред, сен де мұнда екенсің ғой. Альфред, қаш! Томи, жібер оларды. Немесе не? Не істей аласың сен? Сен жай ғана адамсың. Ешкім мына бөлмеде маған қарсы тұра алмайды. Сендер менің жолдастарымды өлтірдіңдер. Менің сүйікті көлігімді сындырдыңдар. Ал ең бастысы үйіме кірдіңдер. Сол үшін сіздерді қазір мен өмірлерінен айырамын. Қош болыңдар. Соңғы сөздерімді айтып өлуге дайын бола беріңіздер. Өз обалын өзіне жексұрын. Не? Айттым ғой, Альфред, сен ешіне жасай алмайсың. Альфред, жоқ! Нұрлан, қашайық тез. Лейла, бекер қашып кеттік. Альфредті қалдырып кетеміз ба не? Нұрлан, өзінде көрген жоқсың ба? Альфред мерт болды. Бізге қазір өзімізді ойлау керек. Тезірек бұл жерден кету керек. Дұрыс айтатынды шығарсың, бірақ мен сенер алар емеспін. Томи қалай тірі қалды және неге айналып кетті ол? Олардың көлігін біз апатқа ұшыратқан сияқты едік қой. Білмеймін, Нұрлан, ол қалай тірі қалғанын. Бірақ ол баяғы Томиға ұқсамайды. Келісемін. Бұл Томи және біз көрген құбыжықтың қосындысына ұқсайды. Бәлкім олар бірігіп енді бізге шабуылаған шығар. Лейла, қара, Альфредтің көлігі, сонда жүгірейік. Білейін, бірақ менде кілт жоқ екен ғой. Қорықпа, мен қашарда есік алдынан кілтті алып үлгердім. Жарайсың, Лейла, тез отырайық ал. Алдымызда тұр ол. Газды бас, Нұрлан. Әрине, сайтан алғыр. Не? Мүмкін емес. Ол біздің көлікті көтеріп жатыр. Еш қайда кетпейсіңдер. Айтқанымдай соңғы сөздеріңді айта беріңіздер. Қалай екен, Нұрлан және Лейла? Соңғы сөздеріңді айтып болдыңдар ма? Менің ойымша сіздердің уақыттарында келген сияқты. Мынаны қараңдар. Қызықты болайын деп тұрған сияқты. Айтқанымдай, бекер келіңдер үйге. Келмегенде бәлкім қазір сіздер үйлерінде отырып тыныш өмір сүре беретін едіңдер. Бірақ сіздер оқиға күттіңдер. Өмірлерінде қызыққа толы қылдырғыларың келді. Ал міне енді, соны осымен аяқталмақшы. Егер де білмесеңдер, енді мен баяғы Томи емеспін. Енді мен жаңа адамның түрімін. Менің бастығым мені таңдады. Маған бүкіл күшін берді. Соның арқасында енді мен ұзақ жылдар бойы өлмейтін тіршілік түрі боламын. Мені өлтіру енді мүмкін емес. Неге сіздер үндемей қалдыңдар? Өліп қалған жоқсыздар ма? Күте тұрыңыздар, қазір міне бензинді құйып болдым. Жағу ғана қалды. Сендердің өртенгендегі дауыстарыңды түрлерін көргім келіп тұр.
Не? Өзіңдікін көрерсің, Томми. На! Лейла, тез атып жібер. Нұрлан! Қалайсың, Нұрлан? Майо, денем бәрі сынып бара жатыр. Бірақ бұл ештеңе емес. Ең бастысы жоспарымызды іске асырдық. Иә, өлген түрі бар сияқты. Жақсы, полиция келмей тұрып бізге бұл жерден кету керек. Айтпақшы, Алматыға Әлшер досым келіпті. Соның машинасын сұрап алып, қайтадан өзіміздің қаламызға, үйімізге кетейік. Мен ойымша, осы оқиғада бізге жетер. Келсемін, мұндайды енді ұмытып көр.